Ал сіздер білесіздер ма, оң жақ қабырға астындағы ауырсыну белгілері ол тек қана өтке және де бауырға да байланысты болмауы мүмкін. Яғни мысалы тиреотоксикалық зоб. Яғни қалқанша безіңіздегі патология болса, гормондар көп бөлінетін болса, жанама әсері ретінде ол жаңағы бауырдың немесе оң жақ қабырға астындағы ауырсыну белгілерімен көріну мүмкін. Және де сол ауырсынумен тіпті хирургиялық бөлімге де жатуы мүмкін. Ол кезде науқастарда көбінесе тахикардия болады және де ұйқысы нашар болады. Сол науқастарда обязательно қалқанша безін тексеру керек. Екінші мысал ол оң жақта орналасқан бүйрекке байланысты, яғни сол бүйректің зақымдалуы, рак, поликистоз ауру болатын болса, яғни ол науқастарда да осы оң жақ қабырғасы ауырсыну мүмкін.